Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтілетін сабағымыз рационал сандар және оларға амалдар қолдану. Рационал сандарды қосудың қасиеттері кез келген рационал сандар ішінде қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері қолданылады. Рационал сандарды азайту. Bir саннан екінші санды азайту үшін азайғышқа азайтқыштың қарама-қарсы санын қосу керек. Мысалы, -8-ден 6-ны азайту үшін -8-ге 6-ның қарама-қарсы саны -6-ны қосу керек. Сонымен -14 шығады. Яғни теріс санға теріс санды қосқан кезде теріс сан шығады. Рационал сандарды азайту ережесі. Егер азайғыш пен азайтқыштың таңбалары әртүрлі болса, рационал сандарды азайту таңбалары бірдей рационал сандарды қосу ережесі бойынша орындалады. Мысалы, азайғыш бізде 6, азайтқыш -2 болсын. 6-дан -2-ні азайту үшін мына жерде екі теріс таңба қатары келгендіктен плюсқа өзгеріп кетеді. Сонымен 6-дан -2-ні алған кезде 8 шығады. Яғни айырманың мәні 8 болады. Осылайша басқа есептерді өздеріңіз шығарып көрейік. Координаталық түзудегі нүктелердің арақашықтығы. А нүктесінің координатасын А мен, Б нүктесінің координатасын Б мен өрнектесек, онда А, Б нүктелерінің арақашықтығы мына өрнекке тең болады. Мысалы, А нүктесінің мына координаталық сәулеге қарайық. А нүктесінің координатасы 10, Б нүктесінің координатасы -7 болсын. Біз А, Б нүктелерінің арақашықтығын табу үшін А нүктесінің координатасы 10-нан Б нүктесінің координатасы -7-ні алып тастаймыз. Сонымен 10-нан -7-ні азайту үшін екі теріс таңба қатар келгендіктен қосылады. Яғни А, Б нүктелерінің арақашықтығы 17-ге тең болады. Таңбалары әртүрлі екі рационал сандарды көбейту үшін олардың модульдері көбейтіледі. Шыққан санның алдына минус таңбасы қойылады. Мысалы, -1,5 пен 20 санын көбейтсек, екеуінің таңбалары әртүрлі. Екеуінің модульдері көбейтіледі. Шыққан нәтиженің алдына минус таңбасы қойылады. Яғни теріс сан мен оң санды көбейтсек, теріс сан шығады. Екі теріс рационал сандарды көбейткен кезде олардың модульдері көбейтіледі. Мысалы, -20 көбейтілген -30. Олардың модульдері өзара көбейтіледі. Яғни теріс санға теріс санды көбейткен кезде оң сан шығады. Рационал сандарды көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері. Кез келген рационал сандар ішінде көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері қолданылады. Енді біз құрамында теріс рационал сандары бар көбейткіштерді көбейткен кезде көбейтіндінің мәні теріс немесе оң сан шығатынын қалай білеміз? Ол үшін мына мысалға қарап көрейік. Теріс таңбалы көбейткіштер саны тақ болса, онда көбейтіндінің мәнінен теріс сан шығады. Ал теріс көбейткіштердің саны жұп болса, онда көбейтіндінің мәнінен оң сан шығады. Мысалы, 11-ден 8 көбейтілген -5 көбейтілген 5-тен 1. Бұл жердегі теріс таңбалы рационал санның саны тақ, яғни бір ғана теріс таңбалы көбейткішті көріп тұрмыз. Сондықтан бұның көбейтіндісінің мәнінен теріс сан шығады. Ал мына есепке қарасақ, теріс таңбалы көбейткіштердің саны жұп. Яғни бұл жерде 4 теріс таңбалы көбейткіштерді көріп тұрмыз. Сондықтан бұл көбейткіштердің көбейтіндісінің мәні оң сан болады. Рационал сандарды бөлу. Екі теріс рационал сандардың бөлінісінің мәні оң сан болады. Мысалы, -18 бөлу -9. Олардың мәні 2 шығады. Теріс санды теріс санға бөлген кезде оң сан шығады. Ал таңбалары әртүрлі екі рационал сандардың мәні бөлінісінің мәні теріс сан болады. Мысалы, 8 бөлу -9 тең -9-дан 8. Таңбалары әртүрлі рационал сандардың бөлінісінің мәні теріс сан болады. Рационал санды шексіз периодты ондық бөлшек түрінде беру. Біз бірінші мысалға қарап көрейік.
9'dan 28 jay bölçegin onduk bölçekке aylandırayık. 9'dan 28 jay bölçegin onduk bölçekке aylandırуу üçün 28'i 9'a bölümüz. Özlerimiz görüp oturganday 28 9'a bölümüz deyip 3'tön deyip әрі қарай bir boп şeksiz kete beredi. Bunday onduk bölçekti şeksiz periodlu onduk bölçek deyip atayımız. Endişe şeksiz periodlu onduk bölçek деген ne? Kandayda bir razriyattan bastap sifirlar тобы kaytalanатын şeksiz onduk bölçek şeksiz periodlu onduk bölçek deyip atılады. Şeksiz kaytalanатын sifirlar тобы onun periodu deyip atılады. Şeksiz periodlu onduk bölçek, taza periodlu onduk bölçek және aralас periodlu onduk bölçek deyip bölünеді. Şeksiz periodlu onduk bölçekte eğer onun periodu birden ötürden keyin başlasa, onday şeksiz periodlu onduk bölçekti taza periodlu onduk bölçek deyip atayımız. Мысалы, mına sandar taza periodlu onduk bölçekке misal bolaladı. Biz endi osu taza periodlu onduk bölçekтерди durus okup үйрөнөйүk. 0 бүтін және периоды 35, 4 бүтін және периоды 378, 31 бүтін және периоды 7. Aralас периодты ондық бөлшек дегенimiz, егер шексіз периодты ондық бөлшекте өтірменен периодының арасында басқа ондық таңбалар болса, ондай шексіз периодты ондық бөлшекті aralас периодты ондық бөлшек деп атаймыз. Aralас периодты ондық бөлшекке мисал ретінде мына сандарды айта аламыз. Бұл aralас периодты ондық бөлшекті дұрыс оқылуы 0,115 және периоды 132, 4,137 және периоды 8, 34,993 және периоды 5 деп оқылады. Таза периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айландыру үшін біз бірінші мысалға қарап көрейік. Бірінші мысалда 0,0 және периоды 35 таза периодты ондық бөлшек берілген. Осы таза периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айландыру үшін периодында тұрған, яғни мына жақшаның ішінде тұрған периодын 35-ті жай бөлшектің алымына жазамыз. Ал бөліміне периодында неше цифр тұр? Сонша 9-ды жазамыз. Яғни периодында 2 цифр тұр, 2 9-ды бөліміне жазамыз. Сонымен 0 және период 35 таза периодты ондық бөлшегін жай бөлшекке айландырғанда 99-дан 35-ге тең екен. Aralас периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айландыру үшін екінші мысалға қарайық. Екінші мысалда 0,115 және периоды 132 деген aralас периодты ондық бөлшек берілген. Осы aralас периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айландыру үшін өтірден кейін тұрған санды, яғни 15132-ні жай бөлшектің алымына жазамыз. Ал осы саннан өтірменен периодының арасында тұрған басқа ондық таңбаларды, яғни 15-ті азайтамыз. Ал бөліміне периодында неше цифр тұр? 3 цифр тұр. Сонша 9-ды жазамыз. Өтірменен периодының арасында қанша неше цифр тұрса, сонша 0-ді 9-ның артына тіркеп жазамыз. Сонымен 15132-ден 15 алып тастасақ, 15117 шығады. 15117 мен 99900 өзара қысқарып кетіп, 33300-ден 5039 саны шығады. Сонымен 0,115 және периоды 132 аралас период ондық бөлшегін жай бөлшекке айландырған кезде 33300-ден 5039 шықты. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.